Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен ұбт география 7 сынып бойынша жаңа тақырыпты бастаймыз. Бүгін өтетін тақырыптарымыз өзендер, көлдер, мұздықтар. Кеттік. Осының ішінде бүгін біз сіздермен қарастырамыз. Өзендер дегеніміз не? Сарқырамалар, жер асты сулары, мұздықтар, көлдер, кеме қатынасы жақсы дамыған көлдер және тағы да басқалар. Кеттік. Бірінші, өзен. Өзен дегеніміз бұл өзі жасаған табиғи арнамен ағатын уақытша немесе тұрақты су ағыны. Және де дүние жүзіндегі ең ұзын өзен бұл Ніл өзені. Мына картада көрсетілген Ніл өзені. Жасылдың ішіндегі бұл Ніл өзені өзінің аңғарымен ағып жатыр. Және де ең суы мол өзен ол Амазонка өзені. Амазонка өзені бұл оңтүстік Америка материгінде орналасқан. Енді өзеннің бөліктері құрылысы жайлы айтайық. Өзен жалпы бұл тау басынан немесе басқа да жауын-шашыннан басталады. Мысалға, мына таудың басынан басталатын өзеннің ең басын бастау деп айтады. Яғни өзеннің бастауы. Және де өзеннің бағыты болады, төменге қарай ағатын. Және де өзеннің салалары болады. Салалар дегеніміз бұлар кішігірім өзендер. Осы кішігірім өзендер, бірнеше кішігірім өзендер бірігіп, үлкен өзенді құрайды екен. Осыны салалар деп атайды. Яғни адамның қан тамырына ұқсас. Және де өзеннің суы аяқталып барып, көлге немесе бір теңізге құятын жері сағасы деп аталады. Мысалға, мына суретке қарасақ, өзеннің құрылысымен таныссақ болады. Мысалға, мына өзеннің арнасы. Өзен тұрақты ағып отыратын өзінің жолы, арнасы дегеніміз. Және де жайылма деген болады екен. Жайылма дегеніміз бұл өзеннің көктемгі су тасуы кезінде немесе жауын-шашын жауған кезде судың көбейіп, мына арнасынан тасып жайылатын жері өзеннің жайылмасы деп аталады екен. Және де өзен аңғары деген болады. Өзен аңғары бұл яғни жер бетінің үлкен өзен ағатын қуысты аймағы. Осы өзеннің аңғары деп аталады екен. Енді сарқырамалар туралы айтсақ. Сарқырама дегеніміз бұл өзен арнасындағы су құлап ағатын тік кемер сарқырама деп аталады. Яғни бұл тек өзендердің аңғарында ғана кездеседі екен. Мысалға, бұл таулы аймақтарда көп таралған, сарқырамалар. Мына суретке қарасақ, сарқыраманың не екенін түсінсеңіздер болады. Немесе водопад деп жаттап алыңыздар. Және де әлемдегі ең биік сарқырама ол Анхель сарқырамасы. Биіктігі 1054 метр. Ориноко өзенінде орналасқан. Анхель сарқырамасы бұл оңтүстік Америкада. Және де әлемдегі ең ірі, ең қуатты сарқырама бұл Игуасу сарқырамасы. Оның биіктігі 72 метрді құрайды екен. 72 метр, ал ені 2700 метр, немесе 2,5 километрден астам. Бұл оңтүстік Америкадағы Бразилия мен Аргентина шекарасындағы Парана өзенінде орналасқан екен. Осыларды жаттап жазып алыңыздар. Жер асты сулары, енді ары қарай жалғастырамыз. Жер асты сулары дегеніміз бұл яғни жердің төменгі қабаттарындағы сулар. Жер асты суларына грунт, яғни еспе сулар, артезиан суы немесе минералды сулар жатады екен. Жер асты сулары бізде екіге бөлінеді. Біріншісі еспе сулар немесе грунт сулары. Еспе сулар бұл 3-30 метр тереңдікте болады. Бұл жауын-шашынның, өзен суларының жерге сіңуінен пайда болады екен. Яғни жердің беткі қабаттарындағы сулар. Артезиан сулары. Артезиан сулары бұл 50 метрден 2700 метр аралығында кездеседі. Бұлар яғни жауын-шашыннан емес, жердің төменгі қыртыстарында қалыптасқан сулар. Бұлар минералды және де таза ауыз сулары болып келеді екен, артезиан сулары. Ары қарай жалғастырамыз. Мұздықтар.
Мұздықтар да бұл жердің гидросфера қабатына кіретін бір бөлігі. Мұздық бұл қатты күйде түсетін жауын шашынның нәтижесінде пайда болатын мұз қабаты. Құрлықтың 11%-ын мұздықтар алып жатыр, ал мұхиттың 15%-ын мұздықтар жауып жатыр екен. Яғни, жалпы жер шарының 26%-ын мұздықтар алып жатыр екен. Және де мұздықтар екіге бөлінеді. Біріншісі жамылғы мұздықтар, екіншісі тау мұздығы. Жамылғы мұздықтар дегеніміз бұл, яғни үлкен көлемді құрлықтың беттерін мұздың жауып жатуы. Яғни мысалға Антарктида материгін білесіздер, иә? Толығымен құрлықтың бетін мұздықтар жауып жатыр Антарктидада. Гренландия тағы да басқа бетіндегі құрлықты жауып тұрған мұздықтар жатады. Осындай. Тау мұздығы. Тау мұздығы дегеніміз таудың басындағы үлкен мұздықтар жатады. Мысалға, Аляскадағы Хабборд мұздығы 145 километрді құрайды екен ұзындығы. Немесе Памирдегі Фетченко мұздығы 77 километрді құрайды екен. Және де тағы да басқа тау мұздықтары жатады екен. Көлдер. Көлдер дегеніміз бұл құрлықтың қақ ортасына орналасқан суға толы табиғи ойпаң. Яғни көлдердің жан-жағын құрлықтар қоршап жатады. Әлемдегі ең үлкен көл ол Каспий теңізі. Каспий теңізін көбісіңіз ойлайтын шығарсыздар, иә? Теңіз деп. Жоқ, ол теңіз емес, ол көл. Яғни әлемдегі ең үлкен көл. Көлдің теңізден айырмашылығы, теңіз ол біріншіден мұхитпен жалғасып жатады, ал көл жан-жағын толығымен құрлықтар қоршап жатады. Осыны естеріңізде сақтаңыздар. Дүние жүзіндегі ең терең көл ол Байкал көлі. Оның тереңдігі 1620 метрді құрайды екен. Осыны да жаттап жазып алыңыздар. Және де көлдердің түрлері болады екен. Оның бірнеше түрі бар. Біріншісі қалдық көлдер. Қалдық көлдер дегеніміз, яғни сіздер білесіздер, осы жер қыртысын осыдан миллиондаған жылдар бұрын үлкен мұхиттар мен теңіздер жауып жатты, иә? Сол мұхиттар мен теңіздер бірнеше мыңдаған жылдар өткен соң, олар тартылғаннан кейін, осы жердің төменгі жатқан қыртыстарында көлдер қалып қояды. Ол көлдерге мысалы біздің Қазақстанда Каспий теңізі, Арал теңізі, Чад немесе тағы да басқалар жатады екен. Жанартаулық көлдер. Жанартаулық көлдер бұл, яғни жанартау атқылау нәтижесінде қалыптасқан көлдер. Немесе жанартаулардың кратерлерінде қалыптасатын көлдер. Бұлар, яғни Гавайи аралдарындағы көлдер жатады екен. Бөген көлдер. Бұларға Сарез, Үлкен Алматы, Исландия аралындағы көлдер. Бөген көлдер дегеніміз, яғни таудың табиғи бөгені қалыптасқан жерінде болатын көлдер. Яғни бөген дегеніміз платина немесе тоған деген мағына береді, иә? Тектоникалық көлдер. Тектоникалық көлдер бұл, яғни жердің қыртысы көп қозғалатын, жер сілкінісі көп болатын аймақтарда орналасқан көлдер. Яғни мысалға оларға Зайсан көлі, Ыстық көл, Байкал тағы да басқалар жатады екен. Ағынды көлдер. Ағынды көлдер дегеніміз бір өзеннің көлге ағып барып құйып, және де сол көлден тағы бір өзеннің шығуын ағынды көлдер деп атайды екенбіз. Оларға ағынды көлдерге Байкал көлі, Зайсан көлі жатады екен. Және де тұйық көлдер болады. Тұйық көлдер бұл бір өзен ағып барып құйып, ешқандай өзен шықпайтын көлдер. Және де кеме қатынасы жақсы дамыған көлдер. Кеме қатынасы жақсы дамыған көлдерге бұл солтүстік Америкадағы ұлы көлдер жатады екен. Міне мына суретте қарасаңыздар, ұлы көлдер орналасқан. Ұлы көлдер бұл үлкен 5 көл, яғни оларға жоғарғы көл жатады, Мичиган көлі, Гурон көлі, Эри көлі және Онтарио көлі. Осыларды жаттап жазып алыңыздар. Жалпы кеме қатынасы жақсы дамыған көлдер әлемде көп, бірақ ең жақсы дамығаны, заманауи түрде дамығаны осы ұлы көлдер жатады екен. Бұл яғни Канада мен ақш-тың
шекараларында орналасқан көлдер. Осыны жаттап жазып алыңыздар. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Келесі сабақта кездескенше, қош, сау болыңыздар.